аналар күнделік кезетке қалай кіретін көрсетейін. Google'ге кіреміз. Мына жерден күнделік кезет деп жазамыз. Күнделік кезет кіру деген тұр бірінші шығып. Соны басамыз. Мына пайдаланушы аты. Осы жерде мен сіздерге өздеріңіздің логин парольдеріңізді жібердім, соны жазамыз. Мысалға кімнің атынан кірсек болады? Балжанның атынан кіретін болсақ, неге жазылып тұр, бұрын кірген екен? Балжанай Жүзбаева. Мына жерге парольдеріңізді тересіздер. Кіру батырмасын басамыз. Бұл жерден сіздерде қанша балаңыз бар, барлығы шығып тұрады. Мында үй тапсырмасы көрінетініне бассаңыздар үстінен. Қазақ тілі 22-ші аттығына әңгімені мазмұндау, 23-ші аттығы 5-ші тапсырма дегендер көрініп тұр ғой. Бұлар үй тапсырмалары. Екінші балаңыздың артынан кіру үшін соның үстін басасыздар, таңдайсыздар. Шұғыла. Біз бірінші сыныпта үй тапсырмасын бермейміз. Үй тапсырмасы берілмейді деген жазу мына жерде. Үтібі дегендер. Осы жерден көресіздер. Енді қараңыздар. Күнделігін мына жерден дневник басасыздар. Қазақшасына қойып алсаңыздар да болады. Қандай баға алып жатыр. 90-дық бағанына 90-дықтан қарап көресіздер. Міне осылай шыға береді. Мына екінші 90-дағы бағаларын көргілеріңіз келсе үстін басасыздар. Осы жерден табліде, күнделігіде, үй тапсырмасы барлығы, сабақ кестесі барлығы көрініп тұрады.